Мен Ахатай Рахметұлының шөбере ұрпағымын. Менің атам Ахатай Рахметұлы 1912 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданының Жаңаталап ауылында дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғысқа 1942 жылдың маусым айында шақырылады. 1942 жылдың 22 шілдесінде нөмірі 86 атқыштар дивизиясында зеңбірекші боп, 20 қыркүйекте алғаш рет ұрысқа қатысады. Ленинград қоршауындағы әскерде болады. Батылдығымен, табандылығымен көзге түскен оны командирі жоғарғы жаққа наградаға ұсынады. Ол 1943 жылдың 25 қаңтарында 10 қаланы жаудан азат етуге қатысқаны үшін жоғарғы бас қолбасшы Сталин арнайы құттықтау алады. Соғыс жылдарында Ленинград, Прибалтика, Белоруссия майданындағы ұрыстарға қатысқан. Туған жерге өмір көріп, есейіп және омырауы орден медальдарға толы оралады. Атап айтсақ, Ленинградты қорғағаны үшін, ерлігі үшін, әскери ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін медальдарымен марапатталса, бейбіт күндері жеңістің 20, 25, 30, 40 жылдығы медальдарымен және екінші дәрежелі отан соғысы орденін алады. 1958 жылы сәуір айында Ахатай Рахметов Ленин атындағы колхоздан Жаңаталап ауылына көшіп келіп, мұнда құрылыс бригадасына басшылық жасайды. Жеңіс күндеріндегі нөмірі 86 атқыштар дивизиясы ардагерлер кеңесінің төрағасы генерал-майор Демидов Ленинград қаласына кездесуге шақырып отырды. 1975 жылы мамырда жеңістің 30 жылдығына Батыр қала Ленинградқа осындай кездесуге ұлы ағасымен бірге қатысып келді. Атамыз Ахатай Рахметовтың ұрпақтары да өмірден өз жолын тауып, бірі ауыл шаруашылығында, басқалары ұстаздық жолда әкесінің есіміне кір келтірмен заман талабына сай еңбек етуде. Біз Батыр атамызды мақтан тұтамыз.